Елімізде барлық білім ордасында соңғы қоңырау соғылды. Оқушылар үшін 3 ай демалыс қуаныш болса, полиция үшін керісінше қарбалас жұмыс. Себебі бұл уақытта балаларға қарсы жасалатын қылмыс көбейеді. Ата-ана тарапынан бақылаусыз қалған жеткіншектер қара жұмысқа жегілет не із-түзсіз жоғалады. Сақшылар ересектерден сақтық шарасын күшейтуді сұрап отыр. Оқушыларды 3 ай демалысқа шығарып салған мұғалімдерден эстафетаны тәртіп сақшыларымен құтқару қызметі қабылдады. Мақсат қызық қуған тынымсыз балалардың қауіпсіздігін қамту. Қазақстанда 13 мыңға жуық балалар лагері бар. Олардың барлығы 5 маусымнан бастап кішкентай демалушыларды қабылдауға тас түйін дайын. Биыл Балдәурен орталығы тек қана Бурабайда ғана емес, сонымен қатар Балдәурен Қапшағай орталығында да жұмыс істелінуде. Бұл бағдарлама барысында біздің балалар, егерде Балдәурен Бурабай балалары Астанаға саяхатқа барса, Балдәурен Қапшағай балалары Алматы қаласына саяхатқа барады. Белла Орынбетова биыл 10 жасар ұлы Санжарды алғаш рет өзінен жыраққа лагерге жібергелі отыр. Баласының қауіпсіздігіне қатты алаңдаған ана мұндай шешімге келмес бұрын әбден ойланып, тіпті демалыс орнының қызметімен толық танысқан. Енді тек ондағы тәрбиеші телефонға үңілемдеп балаларды көзінен таса қылып алмас екен дейді. Себебі ойын баласына сенім жоқ. Кішкентай болғаннан кейін мен бәрібір де қорқасың. 5-ші классқа келгеннен кейін ғана енді жіберуді жөн көрдім. Бұл лагерьде таңдаған өзінде мен былтырдан бері қарап жүргем. 15-17 жыл бойы қызмет етіп келе жатқан лагерь, барлық керек жарақтары бар. Педагогикалық мамандары да өте жақсы, сондықтан сенім артып отырдым. Ата-ананың барлығы бірдей уақытында мұндай нәрселерге көңіл бөле бермейді. Жаман айтпай жақсы жоқ, тек баласы төтенше жағдайға ұшырап қалғаннан кейін барып, кінәлілерді іздей бастайтыны белгілі. Жалпы сіздің перзентіңіз 3 айлық демалысты қалай, қайда өткізеді? Қауіпсіздік ережелерін біле ме? Ойланып көріңіз. Серуен демейміз, үйде отыратын шығармыз. Ауылға барып, ата-әжеме көмектесемін. Қауіпсіздік ережесін білмеймін. Суға түскенде балаларға балалар тепе-теңдікті сақтау керек. Өзен суларға шомылуды ұнататын бұл балақайларға қауіпсіздік ережесін құтқарушы ағайлары түсіндіріп берді. Ал досың суға батып жатса қалай құтқарасыз? Спасательный круг сен қасында болмайды ғой әрде. Өзің оған жүзіп барады. Өзің жүзіп. Немесе оған Росани, Александра, Франса сияқты дегенде жіп тастайсың, дұрыс па? Жіпті ұстап алады да, одан кейін тартап аласың. Бірден 112-ге звондайсың. Мынандай жағдай, осы жерде менің досым суға батып жатыр дегенде. Қазақстан Республикасы баланың құқықтары туралы заңының 345-ші бабы бар. Онда ішкі істер министрлігіне балалардың жол қауіпсіздігін сақтау, олардың қадағалаусыз қалуына жол бермеу, өртке қарсы қауіп пен балалар арасындағы құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың профилактикасын өткізу және оларды сауықтыру орындарының қауіпсіздігін қадағалау жүктелген. Балалар тарапынан жазғы демалыста құқық бұзушылық сәл кішкене орын алады, көбейеді. Себебі басқа өңірлерден де келуі бар. Өзіміздің жасөспірімдер қадағалаусыз қалып жатады. Соның алдын алу мақсатында ата-аналарды ескертпелер таратылып, жұмыстар жүргізілді. Начались у всех летние каникулы. Жазғы демалыс басталса, біздің жұмысымыз қызады. Мектептерді аралап лекция, инструктаж өткіздік. Суға түсуге болмайтын жерлерге арнайы белгі орнаттық. Біз өз жұмысымызды жасаймыз ғой, бірақ әке-шешелері де баланы көзден таса қылып алмаса екен. Большой упор идет на то. Асыр салған балаға шектеу қою қиын, велосипедпен жолға шығып кетеді. Бөгде адамдарға иланғаш биікке шығып, судың терең жеріне түсуге ұмтылып тұрады. Мысалы, осы ауданның ұл-қыздары жаз бойы мына қауіпті көлшікке келіп түседі екен. 10 майда біз суға түсуге болмайды деген знактарды қойғанбыз. Осы белгіні сындырып тастаған адамдар. Жаз басталса, балалардың демалысы, суға түсу кезеңі және полиция қызметкерлері мен құтқарушылар үшін қауырт маусым қоса келеді. Алғашқы кезекте баланың қауіпсіздігі басқа емес, сіздің мойныңызда.